Міне енді өзімізге қажеттісін былай белгілеп аламыз. Мысалы біздің қазір қағатынымыз 4/6. Мына жерден былай белгілеп қоямыз. Сосын ол мына жерден басталады. Біз оны былай қоямыз. Басталған жағын қоямыз. Мына 4-тің жанына былай сызып аламыз. Тағы да мынаны былай өлшейміз. Мынаның бойына келу керек. Тағы да сол жерден былай өлшейміз тағы да. Енді осы екі арақашықтықта былай сызып аламыз. Не көрдіңіздер ғой, тура осылай мына жерін бүйтіп өлшеп аламыз. Не? Ал енді мына осы қарқып алған лентаны ровно қылып төрт бөлшек қыламыз. Осылай. Енді арасын жарамыз. Оны тағы да екіге бөлеміз. Тағы да солай істейміз. Теңде екіге бөліну керек. Міне барлық матаны қырқып болдық дайындап. Енді бұны пакетке салып қойсаңыздар болады, чтобы ешкім алып шаш тастамау үшін. Ал енді ары қарай тігуге матаны былай өлшеп аламыз. Сонда барлығы тегіс әрі нақты шығады. Ол үшін тағы да бізге линза керек. Көрдіңіздер ғой, өлшемін 2/6 қыламыз. Мына жерден басталады. Мына жерден 2/6-дан аяқталады. Көрдіңіздер ғой. Тура сол жаңағыдай матаның мынау ені болып саналады. Ені, мынау қиынды жағы. Ал мынау ұзына бойы ұзындығынан аламыз. Барлық өлшемдерді ұзыннан тура жаңағыдай етіп, мынаны былай өлшеп 2/6 қылып сызып аламыз. Сызып жатырмыз. Барлығы сызылды түгел. Сіздер аз-аздан сызып алсаңыздар болады, өйткені көп алып қойсаңыздар мата үйде қалып кетеді. Ал осылай кішкене осылай алсаңыздар, чтобы жетпей қалса, қайтып сыза саласыздар. Міне қыздар, дайын болды. Енді астына астарлығын дайындаймыз.